Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мемлекеттік заң және азамат құқығы. Оқу мақсаты коммуникативтік жағдаятқа сай, сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу. Ырықсыз етістің қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану. Жаңа сөздер: азамат, қоғамдық, шектеу, жаза деген жаңа сөздермен бүгінгі сабақта танысамыз. Аудармасы берілген. Енді балалар, сабағымызды бастамас бұрын ойымызды мына сұрақтар төңірегінде өрбітейік. Адам өз құқығын қорғау үшін нені білу керек? Адам құқығы мен бостандығын шектеу мүмкін бе? Ол туралы қандай мемлекеттік құжаттарда айтылған? Сен өз құқығыңды қорғай білесің бе? Нақты мысалдар мен дәлелде. Енді балалар, 75-ші беттегі екінші тапсырмадағы мәтінді тыңдаймыз. Мәтінді тыңдап болсақ, сол мәтінде мынадай тірек сөздер айтылды. Яғни олардың түсіндірмесі мына төмендегідей. Адам табиғи тұрпатта кісілік қасиеттерді бойына сіңірген тіршілік иесі. Жеке адам қоғамда өзінің рөлі мен орнын, жауапкершілігін сезінетін тұлға. Азамат адамды заңды тұрғыда сипаттайды. Яғни адамның нақты бір мемлекетпен тұрақты құқықтық байланысын қарастырады. Адам құқы адамның мүддесін қанағаттандыруға бағытталған заңмен қорғалатын демократиялық құндылық. Адам құқы қоғамдық жағдайдың өзгеріп отыруына байланысты туындап дамитын, объективті түрде қалыптасып, мемлекеттің мойындауына тәуелді болмайтын, туғаннан берілетін, жеке адамның өз қалауынша әрекет етуіне мүмкіндік беретін, адамдар мен мемлекеттің арасындағы қарым-қатынасты тұжырымдайтын қағидаттар мен нормалар. Яғни балалар, үшінші тапсырмада осы тыңдалған мәтін бойынша мына сұрақтарға жауап бер делінген. Яғни сіз мәтінге қандай ат қояр едіңіз? Адам, жеке адам, азамат ұғымдарын сипатта, олардың ортақ тұстары мен айырмашылықтары неден көрінеді? Адам құқы қалай сипатталады? Төртінші тапсырма. Осы тыңдалым мәтіні бойынша ойымызды 4 сөйлем әдісімен қорытындылайық. Яғни, бірінші сөйлем менің ойымша деп басталады. Екінші сөйлем себебі ол. Үшінші оны мен мынадай деректермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Төртінші, осыған байланысты мен мынадай шешімге келдім. Енді 76-шы беттегі 5-ші тапсырма. Мәтінді оқы, тақырып қой, күрделі жоспар жаса, ырықсыз етістері бар сөйлемдерді тауып жаз. Еліміз тәуелсіздік алып, өз алдына дербес мемлекет бола бастаған күннен ақ азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының сақталуына үлкен мән беріліп келеді. Бұған басты дәлел ата заңымыздың түгелдей азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына арналғандығы. Бұл демократиялық ашық қоғамда өмірдегі барлық құндылықтардың ішінде адам құқықтары мен бостандықтары өте маңызды болып саналатындығының айғағы. Елбасымыздың сара саясатының негізінде әрбір азаматтың құқығы ерекше қорғалады. Ол дипломатия, мемлекет аралық қатынастарды қалыптастыруда ғана емес, адам құқығы саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамытып нығайтуда шешуші рөл атқарады. Тәуелсіздікке қол жеткізу қаншалықты қиын болса, оны сақтап нығайту жолындағы қиындықтарды еңсеру де оңай емес екені тарихтан белгілі. Өркениет көшін алға жылжытуда елбасымыздың рөлі зор. Ел алдында мен өз халқымның жолында басымды бәйгеге тіккен адаммын. Маған ары үшін жанын садақа ететін осындай текті халыққа, менің ұлым деп, перзентім деп көтерген халыққа,
арғы бергі қазақ баласының бірде-бірінің пешенесіне бұйырмаған бақыты, толыққанды тәуелсіз мемлекет құрудың басында болу бақытын бұйыртқан халыққа қызмет етуден артық ештеңенің керегі жоқ. Осы жолда мен бойымдағы бар қайрат қабілетімді, білім білігімді аямай жұмсаймын. Кез келген тәуекелге барамын деген елбасымыздың халқына деген перзенттік патриоттық сезімі осы кезге дейін аянбай атқарған іс-әрекетімен астарласып жатқанының куәсіміз. Міне, балалар, мәтінді оқыдық. Енді ырықсыз етістіктері бар сөйлемдерді тауып жазамыз және жоспар жасаймыз. Келесі тапсырма бізде суреттерге қарап сипаттамалық мәтін құраңыз. Яғни, жаңа назар аударсаңыз, алдыңғы тапсырмамен мына суреттер өте тығыз байланысты. Сондықтан іске сәт балалар. Балалар, міне біздің сабағымыз өзінің соңына жетті. Бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Қызыл түс, түсінген жоқпын, сары түс, әлі де практика қажет сұрақтар бар. Жасыл түс, барлығы түсінікті. Балалар, берілген тапсырмалардың барлығын жазып алыңыздар, дәптерлеріңізге түсіріңіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздерге қайырлы білім болсын.